Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін туралған еттен күн сайын пісіріп жүрген тағамдардан жалыққан болсаңыз, осындай сиыр етінен дайындалған өте оңай, қарапайым котлеттермен тағам дайындап көріңіз. Өте ерекше болады. Алдымен ыдысқа нанның ішкі жағын, яғни жұмсағын үгітіп осылай салып аламыз. Кейіннен үстінен ысқылтымдау жылы су құйып, бір шетке езіп қоямыз. Қолымыздың көмегімен езіп алсақ та болады, немесе әртүрлі езбе құралдармен езіп алсаңыздар болады. Пиязды мен осылай уақтап турап салдым. Менде тартылған ет алдын ала тартылғандықтан пияз осылай қолмен уақтап турадым. Бұл тексерілген рецепт болғандықтан қолмен осылай уақтап турағанның өзінде котлеттеріңіз ешқандай шашырамай, шашылмай, өте әдемі болып, сочный болып пісетін болады. Ет тартқыштан пиязды өткізіп алсаңыз да болады, немесе осылай уақтап турасап салсаңыз да болады. Екі жағдайда да менің рецептіммен жасасаңыз, котлетіңіз ешқандай езілмей, сочный болып, керемет болып пісетін болады. Енді өзіміз қалаған дәмдеуіштер, бұрыш, тұз қосып аламыз. Мен қара бұрыш және котлетке арналған арнайы дәмдеуіш және тұз, кішкене ғана зира қостым. Дәмі өте керемет болып шығады. Енді осыларды қолымызбен жинақтап котлетімізді өзіміз қалаған көлемде жасап, менде осы ыдыстағы фарштан 19 штук котлет шықты. Онға аунатып алып, қызып тұрған табадағы майда пісіретін боламыз, екі жағын аударып тұрып. Описаниеге не қостым барлығын жазып қоятын боламын. Жаңа жұмыртқаны айтуды ұмытып кетіппін. Фаршта бізде жұмыртқа қосылған, бір жұмыртқа. Енді қызып тұрған майда екі жағын аударып тұрып пісіріп алатын боламыз. Әр жағын 4 минут 5 минуттан ұстасақ жеткілікті. Міне осылай оңай аударылады, өйткені ешқандай шашырамай, біркелкі болып, дәмді болып пісетін болады. Үйделеріңізге ұнайды. Кез келген гарнирмен бірге берсеңіздер болады. Макаронмен, мен күрішпен бірге бердім, немесе пюремен берсеңіздер болады. Ең бастысы балалар таласып, сүйіп жейтін болады. Бетіне құйған подливтің рецептімен бөлек бөлісетін боламын. Төменге ссылкасын қалдырып кетемін. Міне шанышқамен басқаннан ақ сочный екені көрініп тұр, сөйлеп, сыртына шығып, өте дәмді, тіл үйіретін котлеттер дайын болды достар. Видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, және апта сайын, күн сайын менің шығып жатқан рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көру үшін маған тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.